Сәлем баршаңызға. Сіздерге тез дайын болатын, дәмі де ерекше, жұп-жұмсақ қуырдақпен бөліскім келеді. Бұл әдісті жасауды маған мамам, яғни енем үйреткен. Ендеше бірге дайындап көрейік. Видеоларым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кез келген үйдегі бар етпен жасай беруге болады. Етті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп аласыздар. Үлкен болса әдемі көрінеді. Мен мұнда жылқының етін қостым. Қазанымызды отқа қойып, кішкене қыздырып, көз мөлшерімен сұйық май құямыз. Туралған етімізді саламыз. Етті шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Одан кейін көз мөлшерімен шым-шым тұз саламыз. Осындай лавровый лист салсаңыздар, дәмі ерекше болады. Одан кейін етке арналған зира, осындай приправаны қостым. Бұны да жарты шай қасық көлемінде себесіздер. Оттың астын жай қойып, етті өзінің суына бұқтырып қоямыз. Осы аралықта картошканы дайындап алсақ болады. Осындай ашылған картошкаларды үлкен-үлкен бөліктерге бөліп турап аласыздар. Мен мұнда 2 адамға арналған порция жасадым. Енді бөлек табада оған май құйып, қыздырып алып, туралған картошкаларды саламыз. Оттың астын өте жоғары қойыңыздар. Бұл кезде біз картошкалардың арасы толық пісуі қажет емес, тек осылай жан-жаға қызарып, әдемі болып қуырсақ жеткілікті. Осылай әрқайсысын жеке-жеке айналдырып тұрыңыздар, күйіп кетпес үшін. Картошкалар өздеріңізге ұнаған әдемі түске енгеннен кейін бөлек ыдысқа салып аласыздар. Картошканы қуыру кезінде оттың асты максимальный градуста болу қажет. Егер жай болса, картошкалар май сорып, дәмсіз болып қалады. Етті бір араластырып, өзінің суы тартылғанша тағы бұқтырып қоямыз. Орташа бөліктегі пиязды видеодағыдай жұқалап турап аласыздар. Еттің суы тартылып, майдың дауысы шыға бастаған кезде туралған пиязды саласыздар. Тағамның түсі қып-қызыл әдемі болып шығу үшін пиязды жақсылап қуырып аласыздар. Пиязды күйдіріп алмай, қызғылт сары түске енген кезде картошкаларды саламыз, қуырылған. Картошкаларды салғаннан кейін 1-2 минут шамасында ғана қуырасыздар. Картошкалардың үстіне өте аз мөлшерде шым-шым тұз себеміз. Жарты стакан таза суды құямыз бұқтыру үшін. Бетіне үлкен етіп укроптарды турап қоясыздар. Дәмі ерекше болады. Бетін жауып, өте баяу отта 15-20 минут шамасында бұқтырасыздар. Бетіне әсемдік үшін пияз, укроп себуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап, пайдалы болса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, аз болсын. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай жұмсақ, нәзік болып шығатын балды торттың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тура мен айтқандай әдістермен жасасаңыз, торттарыңыз осылай жұмсақ, үлпілдеп тұрады. Басты ерекшелігі оқтаудың көмегінсіз қамырды жаймай, жылдам әрі тез дайындап аламыз. Алдымен торттың корждарын жасау үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, сары май, әрине бал қажет болады. Осындай кастрюля немесе отқа жарамды ыдысымызға балды салып, оттың астын өте баяу температурада қойып, балды үздіксіз араластырып тұрамыз ерігенше. Осылай еріп, жұмсарып бастаған кезде 1 шай қасық соданы саламыз.
Сода салғаннан кейін бал кішкене көпіріп, көлемі үлкейе бастайды. Тасты балмай біркелкі үзіксіз араластырып тұру қажет. Асты жабысып та қалмау қажет. Осылай отта біраз тұрғаннан кейін түсі өзгере бастайды. Қанықталып. Шамамен 10-15 минуттай араластырып тұрасыздар. Егерде көбірек ұстасаңыздар, торттың түсі қанықтау болады. Оттың астын өшіріп, осындай сармайды саламыз. Сармай ергенше біркелкі болғанша араластырасыздар. Оттың асты міндетті түрде өшіп тұру қажет. Сармай толық ергеннен кейін массамыз суып, осындай жылы температурада болып қалады. Құрғақ жеке ыдысымызға 4 жұмыртқаны қантты салып, миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Барынша ұзақ көпірткен жақсы, бисквитіміз үлкен болып шығу үшін. Оның үстіне бал қосылған сұйықтықты 3 бөлікке бөліп құямыз. Әр бөлікті құйған сайын жақсылап миксерлеп араластырып отырамыз. Түсі өзгере бастайды. Оның үстіне ұнды саламыз. Ұнды да осылай 3 бөлікке бөліп, әр бөлікті салған сайын жақсылап түйіршіктері қалмағанша араластырасыздар. Біркелкі сұйықтық пайда болды. Енді 4 пергамент қағазды алып, үстіне азырақ ұн сеуіп, осындай сұйықтықты әрқайсына жеке-жеке бір-бір қасықтан немесе ожаудың көмегімен кезек құйып отырамыз. Үстіне аздап ұн сеуіп, қолдың көмегімен осылай ақырындап жайып шығасыздар. Пешті 160-180 градус аралығында қыздырып, дайын болған корждарымызды 5-6 минутта пісіріп шығарамыз. Күйіп кетпеуін қадағалап тұру қажет, өте тез піседі. Дайын болған коржықтарымызды осылай кері бетін аударып, ұндарын қағып түсіреміз. Осылай басы суықтаудың көмегінсіз тез дайындап аламыз. Дөңгелек форманың көмегімен кесіп аламыз. Мен мұнда 25 см жасадым диаметрін. Коржиктің шетінен қалған бөліктерін осылай қолдың көмегімен немесе үкіштің көмегімен майдалап аламыз. Кремін дайындау үшін холодильникте тұрған салқын 33% сливки қажет. Оны жақсылап миксерлейміз. Миксерді бірінші төмен жылдамдықта бастап, ақырындап жоғарылап көтере бастаймыз. Осылай қоюлана бастаған кезде миксерді тоқтату қажет. Егерде өткізіп алсаңыздар, креміміз тым қою болып кетеді. Оның үстіне три желанияның сгущенкасын 8,5% кез келген түрін қолдануға болады. Үстіне ақырындап құйып отырып миксерлейміз. Сгущенка құйғаннан кейін креміміз кішкене сұйықталып, осындай бір тегіс болып шығады. Дайын коржиктарымызды осындай дөңгелек формаға кигізіп, тортымызды жинаймыз. Кремді көздің мөлшерімен әр қабатына бөліп, шамамен 6-7 қасықтан құйып, кезек-кезек орналастырамыз. Соңғы беткі қабатын келесі бетін аударып, тегіс бетін қоямыз. Кремдерді жағып болғаннан кейін бетін жауып пищевой пленкамен 1 сағатқа қалдырамыз. Шамамен 1 сағат өткеннен кейін торты формасынан босатып, қалған кремдерді торттың айналасына тегістеп жағып шығамыз, жан-жағына да. Коржиктің шетінен қалған бөліктерін ұсақтап, осылай әсемдігі үшін бетіне, жан-жағына сеуіп шығамыз. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен әсемдеу кезінде осындай жемістерді пайдаландым.
Осындай балды тортымыз пайда болды. Шамамен 1-2 сағаттан кейін кессеңіздер, дәмі сіңіп өте тәтті болады. Видео сіздерге ұнап пайдаларыңызға жараса, кері байланыс қалдыруды ұмытпаңыз. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ дәмді пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Қаншама рецепттермен жасап көрдім. Маған ұнағаны ең осы рецепт болды. Бастысы арасы шикі болып қалмайды. Алдымен тестасын дайындап аламыз. 200 грамм жылы суға 2 ас қасық қант саламыз, 1 шай қасық тұз, 1 қасық шытқы, 2 ас қасық сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Бетін пищевой пленкамен жауып қою қажет. Беті осылай көтеріледі. Енді осыған 480 граммдай ұнды салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр болғанша илеп аламыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, жұмсақ, бір тегіс болу қажет. Таза салафанға салып, бетін жақсылап қысып байлаймыз. Осындай салқын мұздай суға салып қоямыз. Бұл тестаның ерекшелігі де осындай салқын суға ашытамыз. Салмасын дайындаймыз. Оған қайнатылған картопқа қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш салып жақсылап езіп, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осылай азырақ укроп немесе көкпиязды турап қоссаңыздар болады. Дәмі ерекше болып тұрады. Қамырымыз салқын суда осылай 30-40 минут тұрғаннан кейін осылай көтеріледі. Әркім өзінің қалауы бойынша осындай үлкенді кішілі бөліктерге кесіп, алдымен дөңгелектеп, барлығын дөңгелектеп осылай қойып аламыз. Қамырды қатты жұқа, қатты қалың да етпей, орташа қалыңдықта жайып, арасына салмасын салып, жақсылап қысып бүгіп аламыз. Арасы ашылып кетпеуге қажет. Барлығын осылай бүгіп, бетін пленкамен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Кішкене көтеріледі. Майда жақсылап қыздырып алып, орташа отта екі беті қызарғанша осылай кезек-кезек пісіріп аламыз.
Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Үнемі бір пішінді формадағы самсалар жасаудан жалықсаңыз, сіздерге осындай ерекше формадағы мини самсаларды ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттардан дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Керекті мөлшерін төменгі бөлімге жазып қалдырамын. Жылы бөлме температурасындағы суға тұзды салып, тұзды ерігенше араластырып, ұнның үстіне құямыз. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болып қалмау керек, орташа тығыздықта болса жақсы. Осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Бетін жауып қойып қоямыз. Осы аралықта арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Кез келген фаршқа немесе майдалап туралған етке бір бөлік пиязымызды барынша ұсақтап турап етімізге саламыз. Дәміне қарай тұз, көз мөлшерімен паприка қосуға болады. Бұрыш та дәміне қарай қосасыздар. Етіміздің арасы тығыз болып жабысып қалмас үшін осылай мен 1-2 қасық таза су құйдым. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып, кішкене уақыт тұрғаннан кейін қамырымыз осындай жұмсақ бір тегіс болады. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығасыздар. Мен мұнда 9 бөлікке бөлдім. Осындай кішкене дөңгелек формалар жасап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз.
Осы аралықта майды ертеміз. Кез келген жоғары пайыздағы сармайды ерітіп, қатты да ерітпейміз. Қамырлардың әрқайсысын жеке қатты қалың, қатты да жұқа да етпей жайып аласыздар. Көрсетілгенде қамырларды кезек-кезек арасына май жағып, осылай қойып шығамыз. Майды барынша көп жақпауға тырысыңыздар, жаятын кезде ыңғайсыз болады. Осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін соңғы қабатына май жақпаймыз. Одан кейін бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Қамырымызға май сіңіп жұмсарғаннан кейін, шамамен 10-15 минуттан кейін бетіне ұн сеуіп, жаясыздар жұқа етіп. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер, арасы қатпарлы болып шығады, бөлініп тұрады. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан кейін, пышақтың көмегімен 4 бұрышты бөліктерге бөліп аласыздар. Кез келген форма жарайды, мен осындай овальный форманы қолдандым. Дайын болғаннан кейін салмасын салып шығамыз. Кішкене самсаларымызды видеода көрсетілгендей бүгіп аласыздар. Басы, арасы ашылып кетпеуі қажет. Барлығы дайын болғаннан кейін осындай формаға орналастырасыздар. Бетіне тек жұмыртқаның сары уызын біркелкетіп жағып шығамыз. Әсемдігі үшін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен мұнда мак септім. Алдымен пешімізді қыздырып алып, 180 градус шамасында 20-25 минут пісіреміз. Қатты күйіп кетпегенін қадағалап тұрыңыздар. Кішкене сарғайғаннан бастап ала беріңіздер. Егер қатты беті қызып күйіп кетсе, беті қытырламай қалады. Осындай сүйкімді кішкентай самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгінгі кезекті рецепт тәтті пирогтың бір түрі японский чизкейк. Бұл тәтті барлығына ұнайды деп ойлаймын. Өйткені дәмі ерекше, жұмсақ, үлпілдек. Видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ендеше бірге жасап көрейік. Алдымен 4 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек 2 ыдысқа ажыратып аламыз. Екеуін ажырату кезінде араласып кетпеу қажет. 3-ші ыдысымызға сүт құямыз. Мөлшерін төменгі бөлімге жазып қалдырамын. Сүттің температурасы маңызды емес. Үстіне сармай саламыз. Сармайдың майлылығы жоғары болғаны жақсы. Мен мұнда 82,5% майлылықты қолдандым. Келесі кезекте үстіне творожный сырды саламыз. Дайын болғаннан кейін отқа қоямыз асын. Қатты емес, өте төмен отта жай осылай үздіксіз араластырып тұру қажет. Біркелкі масса болғанша. Осылай сұйық бір тегіс болу керек. Бөлек ыдысқа 50 грамм ұн салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлительный тестаны саламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалды салып, үшеуін араластырып аламыз. Оттан шыққан кастрөлдегі ыдысымыздағы массаға осы ұнды саласыздар. Ұнды бөліп-3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Өйткені арасында түйір болып қалмас үшін. Әр бөлікті салған сайын жақсылап қозғап, біркелкі ету қажет. Оның үстіне 4 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Осындай сап-сары сұйықтық пайда болады. Енді бөлек ыдыстағы жұмыртқаның ақ уызын миксермен 1-2 минут шамасында араластырып, көпіріп бастаған кезде қантты 3 бөлікке бөліп, әр бөлікті салған сайын жақсылап араластырып отырасыздар. Миксердің жылдамдығын төменнен бастап ақырындап көбейтіп отырамыз. Осылай көпіріп массасы үлкейгеннен кейін 1 шай қасық лимонның согын қосыңыздар.
Сол кезде меренгамыз өзінің формасын ұстап тұрады. Одан кейін тағы да 1-2 минут шамасында миксерлейсіздер орташа жылдамдықта. Міне осындай формада дайын болады. Лопаткамен көтерген кезде ол ағып кетпей, осылай өз-өзін ұстап тұру қажет. Енді дайын болған меренганың үстіне жұмыртқалы массаны құясыздар. Аз-аздан 2-3 қасықтан құйып отырып, астынан жоғары қарай айналдырып араластырасыздар. Миксермен араластыруға болмайды, тек осындай лопатканың немесе қасықтың көмегімен. Жақсылап біркелкі болғанша араластырыңыздар, осылай арасында түйірлер қалмау қажет. Осындай сұйық бір тегіс болып шықты. Енді формамызды дайындап алайық. Мен бұнда диаметрі 17 сантиметрлеп алдым. Осылай астын фольгамен қаптап, оның ішіне пергаментті қоясыздар. Форманың астын фольгамен 2-3 қайтара қаптаған дұрыс, өйткені семдірек болу үшін. Қазір біз бұны водяной ванняда пісіреміз. Дөңгелек формамыздың астына табаны немесе үйде қандай ыдыс бар, соны қойсаңыздар болады, пешке жарамды. Дайын болған массаны құямыз үстіне. Енді 1-2 сантиметр батып тұратындай жылы су құясыздар. Пешті алдымен 130 градуста қыздырып алып, ал табаны салғаннан кейін 150 градусқа көтересіздер. Ровно 1 сағат тұру қажет. Ол аралықта пештің бетін ашуға болмайды. 1 сағат өткеннен кейін пешті өшіріп, пирогты ішінде қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін шығарамыз. Егер сразу шығарсаңыздар, пирог басылып қалады. Осылай арасын піскенін тексеруге болады. Бетіне әсемдігі үшін сахарный пудраны септім. Дәл мен айтқандай этаптармен жасасаңыздар, пирогтарыңыз осылай биік, үлпілдеп тұрады. Бетіне кез келген шоколадты ерітіп құйып, үстіне фисташки дәндерін септім. Дәмі ерекше, жұмсақ, үлпілдеп тұрады. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізден бөлісіңіздер. Каналым пайдалы болса, тіркеліп қойдым. Сәлем баршаңызға, сіздерге таңғы асқа пайдалы, құрамы 90% сүзбеден тұратын сырники рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай жасап көрсеңіз, қатты болмайды, арасы жұмсақ, воздушный болып шығады. Керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Бастысы творогымыз майлы, сулы болмау қажет. Егер олай болған жағдайда ситадан немесе марлядан өткізіп аласыздар. Осылай творогқа 1 жұмыртқаны, 2-3 қасық қант, 2-3 қасық ұнды салып, жағы сарылап, араластырып аламыз. Блендер болса, сонымен езіп алған жақсы. Егер болмаған жағдайда, осылай мен секілді қолмен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Сүзбеміз біркелкі болғаннан кейін 1 ас қасықтан алып, қолымызға осылай дөңгелектеп алып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз, айналдырып. Астына жабыспас үшін ұн салдым. Барлығын осылай дайындап алдық, енді пісіреміз. Қызып тұрған табаға кішкене май салып, майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Бөліп алмай, ақырындап келесі бетіне аударамыз. Енді келесі бетін де 5 минут баяу отта пісіріп аламыз.
Жанына әртүрлі салмамен ұсынып берсеңіз болады. Қаймақ пен варенье қоссаңыз дәмі керемет болады. Жасап көріп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыма ұнағаны соншалық дастарханға қойғаннан тез бітіп қалды. Ас болсын. Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін 5 минутта дайын болатын өте жеңіл, дәмді қызыл капустадан жасалған салатпен бөліскім келеді. Алдымен осындай қызыл капустамызды алып, екіге бөліп, арасындағы қатты жерлерін алып тастаймыз. Бұл салатты кез келген тағамның қасына қосып жесеңіздер, тағамның дәмін одан да ерекше ете түседі. Капустамызды видеода көрсетілгендей барынша жіңішке ұзын етіп турап аласыздар. Үйде бар көк шөптерді тураймыз. Мен мұнда кинза қостым, укроп, кішкене бөлік селдерей турадым. Қолымызды жақсылап жуып алып, немесе перчатка киіп, капустамызға азырақ тұз салып, қолымызбен 3-4 қайтара мыжимыз. Капуста кішкене жұмсарып, суы шығу керек. Туралған көк шөптерімізді саламыз. Оның үстіне кукуруза қосамыз. Майонез немесе қаймақ қосып араластырсаңыздар болады. Жасап көріп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай миндальный булочки рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәмі өзгеше, басқа да тоқаштарға ұқсамайды. Менің отбасыма бір жасағаннан өте қатты ұнады. Алдымен тестосын жасаймыз. Оған бізге қажетті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, қант, ұн, сары май және ашытқы қажет. Алдымен жылы сүтімізге қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін ашытқыны саламыз. Жұмыртқамызды салып, бір келкі болғанша араластырып, шым-шым тұз саламыз. Барлығын керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұнды салып, бір келкі масса болғанша осылай алдымен араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды салып, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр болғанша қолмен осылай осындай жұмсақ бір келкі қамыр пайда болады. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар да жасай беруге болады, бірақ жұмыс істеу қиын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қантымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан бір жұмыртқамызды саламыз.
миндальный муканы саламыз. Жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырамыз, сол жерден қарай аласыздар. Бір ас қасықтай бидай ұнын салып, осылай бір келкім болғанша жақсылап араластыру қажет. Осындай бір келкім масса пайда болады. Қамырымыз осындай холодильникте тұрғаннан кейін осындай қатты болады. Жаюға өте ыңғайлы. Қатты қалың да, қатты да, жұқа да етпей, орташа осылай жайып аламыз. Арасына дайын болған салмамызды салып, бір келке етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей бірін-біріне осылай орап, үстін кішкене басып, осындай ұзынша етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Барлығын осылай орап болғаннан кейін жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз, бетін жауып. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Және миндальның қалған осындай ұнтақтарын осылай бетіне сепсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Суығаннан кейін әсемдігі үшін сахарный пудраны себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай оңай әрі жылдам дайын болатын кешкі аспен бөліскім келеді. Отбасым үнемі котлет жеуден жалыққан кезде етті мен осылай дайындап беремін. Тағы да видео рецептерінде көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Алдымен осындай тауықтың төс етін жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Сосын оны осындай тақтайшаға жайып алып, бетіне салфанды сеуіп, молотокпен немесе үйде қандай ауыр зат бар, не секілді осылай үстінен ұрып шығасыздар, жұқартып. Дайын болған жұқарған еттерімізді бір үлкенде отызға салып, маринадтап аламыз. Ол үшін бізге 2-3 қашық соевый соус құямыз. Азырақ дәміне қарай тұз, орегано. Осы приправаны міндетті түрде салыңыздар, дәмі ерекше болады. Паприканы саламыз көз мөлшерімен, бұрыш, 2-3 қасық оливки масло. Барлығын жақсылап салып, араластырып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Барынша ұзақ тұрса, ет дәмдірек болады. Етіміз дайын болғанша гарнирін дайындаймыз. Ыдысқа кішкене көлемде сары майды салып, оны ерітіп, жуылған таза күрішімізді салып, 2-3 минуттай осылай қуырамыз. Дәміне қарай тұз саласыздар көз мөлшерімен. Күріш 1-2 сантиметр батқанша осындай су құю қажет. Бетін жауып, баяу отта 15 минутқа қалдырамыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріштеріңіз бір-біріне жабыспай, осылай шашылып тұрады. Етіміз 15-20 минут тұрғаннан кейін бізге қажет жұмыртқа осылай жазып аламыз. Он, панировочный сухарики қажет. Видеода көрсетілгендей реттілікпен еттер дайындаймыз. Алдымен ұнға, одан кейін жұмыртқаға малып, соңында панировочный сухарики салып, осылай еттердің барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған тапаға майды құямыз. Менде осындай жылқы майы. Дайындалу жолын описание бөліміне қалдырамын. Осылай әр бетін 2-3 минуттан жақсылап қуырып аламыз. Арасы шикі болып қалмайды, өйткені бұл маринадталған соң жылдам тез піседі. Күйдіріп алмай, осылай сәл кішкене сарғайғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай дәруменге бай салатпен бөліскім келеді. Бастысы құрамы оңай, қолжетімді заттармен жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық керекті заттарды ұзынша етіп тураймыз. Алдымен капустаны барынша жіңішке, ұзын болса әдемі көрінеді. Дәл солай қиярды да барлығы бір келкі болу қажет. Сәбіз, алма, қызылша, оларды осылай үкіштен өткізіп аламыз.
Жаңғақты ұзын-ұзын етіп турау қажет, немесе қалауларыңыз бойынша майдалап турасаңыздар да болады. Одан кейін укропты да өте жіңішке етіп турау қажет. Одан кейін піспеген қызылшамызды осылай үткіштен өткіземіз. Қызылша піспеген кезде құрамындағы барлық витаминдерін бойында сақтайды. Заправкасын дайындаймыз. 3 шай қасық оливке маслоға, жарты қасық тұз, азырақ бұрыш, лимон суын немесе осындай яблочный уксусты қосуға болады. Осылай барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі болу үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, пікір қалдырып бөлісе отырыңыз. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қытырлақ баклажанды менің нұсқамда дайындайтын боламыз. Видеоны толық қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге алдымен керегі осындай үлкен баклажан. Жақсылап жуып алып, сыртын ашып, видеода көрсетілгендей үлкен-үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Барынша үлкен болған жақсы, өте әдемі көрінеді. Піскен кезде де азырақ тұз салып, салқын су құйып, баклажандарды 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай сүзгішке салып, жақсылап суын ағызып, кептіріп аламыз. Осылай салфеткамен немесе майлықтармен үстін басып кептіру қажет. Клярын дайындаймыз. 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық крахмал, жүгері болсын, картоп болсын, крахмалын қоса беруге болады. Азырақ су. Дайын болған клярға осындай баклажандарды салып, жақсылап аунатып, осындай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай дайын болған баклажандарымызға осындай салат жапырағын, помидор үлкен-үлкен етіп турап, дүкендегі осындай кисло-сладкий соусты қоссақ дәмі ерекше болады. Азырақ дәм өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар дәмдірек болады. Бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Бұл салатты ыстықтай жеген жақсы. Соус қосқаннан кейін ол баклажандар кішкене жұмсарып қалады. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай қонақ келген кезде жылдам әрі тез дайын болатын дәмді салатпен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнатылған жұмыртқа, крабовые палочки, қияр, көкпияз, сухарики, жүгері, майонез немесе қаймақ қосуға болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Алдымен крабовые палочкиді ұзынша бір келке етіп турап аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын бөлек алып қою қажет. Тек ақ уызын ғана ұзын етіп тураймыз. Барлығы бір келкі болса, өте әдемі көрінеді. Мынадай үлкен қиярдың жартысының турасақ та жеткілікті. Бұны да видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Одан кейін көкпиязды да дәл солай бір келкі ұзындықта тураймыз. Одан кейін жүгері, сухарики, майонез, азырақ шым-шым тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Өте жылдам әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жылдам әрі өте дәмді сүзбелі запеканка рецептімен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: сүзбе, жұмыртқа, қоюлатылған сүт, қаймақ, овсянка, қалауларыңыз бойынша жаңғақ мейіз немесе түрлі жеміс-жидектер қосуға болады. Мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Барлығын блендерге салып,
жақсылап біркелкі масса болғанша езіп араластырамыз. Егер блендер болмаса, шанышқымен тағы басқа құралдармен араластырып езуге болады. Біркелкі масса болғаннан кейін жаңғақ, мейіз немесе қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекті салып, осылай қасықпен араластырып алуға болады. Кез келген форма жарайды. Мен осындай форма алдым. Алдымен оны жақсылап майлап, одан кейін тегіс етіп құйып шығамыз. Пешті жақсылап қыздырып, 170-180 градуста 30-35 минут ұстаймыз. Піскеннен кейін суыған күту керек. Біз мұнда шыдай алмай кесіп қойдық. Дәмі өте жұмсақ, үлпілдек, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ПП вафли дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, айран, ұн, үкіштен өткізілген алма және разрыхительный тесто. Алдымен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Одан кейін айранды құйып, екеуін бірге тағы да араластырамыз жақсылап. Бұл вафлиді енді прикорм бастап жатқан балаларға берсе болады. Ешқандай зиянсыз, без глютена вафлилер бұл. Одан кейін үкіштен өткізілген алманы немесе сіздер бананды қосуға болады орнына. Кішкене езіп біркелкі болғанша араластырамыз бұны да. Онды саламыз. Менде күрішіні бұл. Кішкене қоюлана бастайды. Одан кейін қалауларыңыз бойынша кішкене шым-шым қант қосуға болады. Мен кішкене дәмі кірсін деп азырақ қант қостым. Қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, жарты шай қасық разрыхительный тесто қосамыз. Вафлилер кішкене көтерілу үшін. Мұнда мен көз мөлшерімен салдым. Сіздер жарты шай қасық салсаңыздар болады. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып, енді вафлицамызды алдымен қыздырып аламыз. Сосын бір үлкен ас қасықтан құямыз. Мен мұнда аз-аздан құйдым, өйткені балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін. Осындай қып-қызыл әдемі дәмді вафлилер шығады. Арасы піскенше өздеріңіздің вафлицаларыңызға қарай ұстайсыздар. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар.